Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге пайдалы болатын арықтауға арналған смузи түрін жасаймыз. Смузидің құрамы өте оңай, оған киви, банан және айран керек. Айранның майлылығы 1% немесе живой йогурт қолдансаңыздар болады, мен өзім живой йогурт түрін қолдандым. Банан мен кивиді жуып тазалап аламыз да қабығын аршып, майдалап турап аламыз. Кивиді өз мөлшерінен артық қосуға кеңес бермеймін, өйткені кивида кислотность бар, яғни қышқылыңызды көтеруі мүмкін және асқазан ауыратын адамдарға кері әсері болуы мүмкін. Бұл смузиді сіз таңғы асқа немесе кешкі ас орнына қолдансаңыз болады, яғни таңғы ас банан қосылғаннан кейін бұл смузи тоғымдылықты келтіріп тұрады. Яғни сіз тоқ жүресіз. Ал кешкі аста да, кешкі астың орнына жеңіл-желпі ішу үшін асқазаныңызға ауыр тамақтың орнына осы смузиді қолдансаңыз болады. Көріп тұрғандарыңыздай, майдалап туралған банан мен кивиді блендерға салып айландырамыз. Езілген қоспаның үстіне айранымызды қосып 1 секундқа айландырамыз. Бұл жерде ешқандай қант, бал қосудың қажеті жоқ, өйткені смузи өз дәмімен дәмді, тәтті болады. Кивиден жасалған смузи ең жеңіл және оңай жылдам жасалынатын смузи түрі. Бұдан да күрделі смузи түрлерін каналымда алдыда көре аласыздар. Яғни корица қосылған, имбир қосылған, жылдам арықтауға әсер ететін көптеген смузи түрлері бар. Менің каналымды жоғалтып алмау үшін подписка жасап, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Неге смузиімізде өте тез дайын болды. Енді әсемдеу үшін сіздер құлпынай немесе киви жасап қойсаңыздар болады сәндік үшін. Пайдаларыңызға жарады деген үміттемін. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздермен болған плюс бәріне керек арнасы.